Кейде бір ойым азалайды. Бұл жалғанда не қымбат? Алтын қымбат па? Бәлкім дүние мүлік шығар. Әлде отан қымбат па? Өмір қымбат па? Жоқ достардың көңілі қымбат па? Не қымбат? Мен Астанадан 30-35 шақырым жердегі демалыс орнына келдік. Қазір Алла қаласа снегоход дегенбіз. Айтпақшы, снегоходтың қазақшасын Гуглдан іздедім. Жоқ екен, қарда жүретін көлік деп аударыпты. Лингвистердің, аудармашылардың құлағында алтын сырға осы нәрсені қазақшаға аудару керек. Қарда жүретін көлікпен жүрудің бір шарты адамның денесі жылы болу керек. Қосымша ұшылық аламыз, соны киіп аламыз. Қазір күн суық, наурыз айы дегенмен Астанада жел. Жоқ, негізі шалбар киіп алыңыз. Ойбай. Жоқ. Күрткенің сыртынан күрткі. Жаурамаудың бүкіл амалын жасау керек. Өйткені бір жаурап қалсам, бұндай демалыстан бетім қайтып қалуы мүмкін. Бұндай жорыққа шыққанда ең бастысы ұмытпайтын нәрсенің бірі ол пышақ. Міне. Пышақ керек. Не үшін керек пышақ? Біз енді аңшы болғаннан кейін қоян кездеседі, елік кездеседі. Абылай бауырымыз атақты аңшы, экспедитор. Не істеватсың? Жай. Ана әдемі көрінеді ана. Ана түсірттім бе өзі? Сіз отырыңыз, мен түсейін. Кеттік па? Мына мен басында шақтың болмайды? Жоқ. Бәрі шлем киіп алыңыз. Қалмайды енді. Стеклоны қайқанса жапқаныз да болған кезде жайды. Мына не істеймін? Мына жер қойсаңыз. Онда қоятын шақ емес бұл. Алмайды ешкім бұл жерде. Алмайды уайымдама. Қалай? Абылай дайынсың ба? Мен дайынмын ғой, сендер дайын болсыңдар бол. Орманға барып от жағу үшін алдын ала дайындалған отын салып алдық. Ağarmanım ne bolup jür sağan canım Qancha mari oylansam da o peyagda taba almadım Qancha mari oylansam da o peyagda taba almadım Nege yanım ümidimizin sensiz günüm Қазір мұны орманға келдік. Бұл шыршалы орман. Алқабы өте үлкен. Мен енді қазір қолымда ешқандай мәлімет жоқ, бірақ бір байқағаным бұл жерде аң құстар бар дейді. Түлкі бар, қоян бар, бірақ ешқайсысы бізге кездескен жоқ. Бір айналып келдім. Дайындап келген кезде сол жағдай сол. Снегоход бар, орман бар, отын бар, бірақ сірке жоқ. Жоқ, мына екеуі маған керемет тәжірибелі орманшымыз деді ғой. Дәуірсен аңшымын деп пышақ ана мына деп қылып. Біз енді аңшы болғаннан кейін қоян кездеседі, елік кездеседі. Бар деп пе? Жодан сұраным жоқ дейді ғой. Енді істейміз. Главное жақсы әңгіме ғой. Бірақ орманда не айта бересің, не әңгіме айтасың? Күн суық, тамақ жоқ, отын жоқ, жылу жоқ. Біраз серуендедік. Әсер өте тамаша. Ең басты сенімділік болды. Мықты адам айдап отырса, сенімділігімен отырады екенсің жанында. Мен бірінші рет айтадым ғой. Иә. Мынанша. Мен жалпы экстремал адам емеспін. Бірақ маған осы демалыс ұнады.
өзгеше болды. Өйткені мен өзім штурвалда өзім болдым, ұшақтың штурвалында. Сондықтан маған ұнады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Өте қатты жылы киіну керек екен. Сосын бүкіл экипировка болу керек. Әйтпесе табиғаттың қаталдығы бар ғой, күн суық, жел өрт болса мүмкін, суық тиіп қалуы мүмкін. Ал жалпы алғанда бірақ адреналин адам терлейді екен негізі. Тамаша. Абылай мырза, Қыстың қақаған кезінде шыққан күшті. Аязда тепкен жақсы. Мынандай көктемнен гөрі өзінің бір несі бар, қызығы бар. Сықырлаған аяздан бөлек. Бірақ ана қатты рискке бармай айдау керек екен да. Басында солай дейсің, сосын үйреніп алғаннан кейін уже. Бірақ жаңа соңына таман мен де кішкене құтыра бастадым ғой, сөйтіп арылып. Енді басты сұрақ, осы демалыстың құны қанша? Әлгі снегоходтың қарда жүретін көліктің 1 минуты 1000 теңге, 10 минут мінсеңіз 10 000 теңге, 20 минут мінсеңіз 20 000 теңге, сәйкесінше 1 сағат мінсеңіз 60 000 теңге. Келсем, сәл қымбаттау, бірақ кейде көңіл сергітер осындай сәттердің бағасы бәрінен де құндырақ.